Шет ел оқулары туралы қызығушылық білдіргеніңізге көп рахмет. Қазіргі таңда 2026 жылы Simba Education компаниясы 3 елге сізді оқуға түсіруге дайын. Бірінші ел Польша. Польшада IELTS-тан 6-дан жоғары болатын болса, июнь айының 30-на дейін біздер грантқа, конкурсқа қатыса аламыз. Егер сізде IELTS-тан жоғары 6 болса, Польшаға барғыңыз келсе, определенный мамандықтар бойынша 3 жылдық грант ұтуға болады. Бұл бірінші вариант. Польшада ақылы түрде оқуға болады, қолжетімді бағада. Оқу бағалары 1 миллион 100-ден бар государственный университеттер, немесе 1 миллион 800, 2 миллион теңгенің арасында, 2 миллион жарым теңгеге дейін кейбір университеттерде частный университеттер бар. Сондықтан осыларға біздер ақылы түрде оқуға түсе аламыз. Өйткені Алматы, Астана бағалары да осындай ғой, примерно қазақша және орысша оқытатын болсаңыз, ал бұл жерде оқытасы ағылшын тілінде өтеді. Келесі бір жағдай, ағылшын тілі мүлде менде жоқ дейтін болсаңыз, немесе 6-ға жетпейтін болса, 1 жылдық тіл курсын оқи аласыз Польшада. 1 жыл тіл оқисыз, одан кейін 3 жыл өз мамандығыңызбен оқып, барлығы 4 жылда бітіріп шығасыз. Егер де сізде осы қызық болса, онда сіздер төменге Польша деп жаза кетіңіздер. Келесі момент, Малайзияда частичный гранттар бар. Яғни бірінші жылы фаундейшнды тегін оқисыздар, ары қарай бірінші, екінші, үшінші курсты ақылы түрде оқисыздар. Бірақ 2 миллион жарым, 2 миллионнан аса бағаларды 1 миллион жарым, 1 миллион 400, 1 миллион 300-ге дейін скидкамен сразу 3 жылға, 4 жылға бекітіп қояды. Бұл да сіз үшін өте удобны. Егер ағылшын тілі менде жоқ дейтін болсаңыз, A2, B1 деңгейінде университетке қабылданып, IELTS-сыз қабылданып, 1 жыл фаундейшн оқиды, ағылшын тілі және мамандыққа қатысты сабақтарды оқиды, одан кейін сабақтары басталады. Өте керемет, бірінші жылы тегін оқытылады. Егер ағылшынға қосымша ағылшын тілін оқығым келеді дейтін болса, университеттің ішінде ақылы түрде деңгей көтеруге мүмкіндік болады. Сонда сіз 1 жылыңызды жоғалтпай, ол жақта да ағылшыныңызды деңгейін көтеріп аласыз. Үшінші мүмкіндік, бұл Қытайда оқу мүмкіндігі. 1+4 деген бағдарлама бар. Бірінші жылы Қытай тілін плюс CS деген имтиханға дайындаласыз. Осыдан кейін, 1 жылдан кейін біз сізді грантқа подавать етуге көмектесеміз. Яғни осындай 3 жоба бар. Қысқаша осы. Енді сіз толық мағлұмат үшін біраз күте тұрыңыз. Сізге біздер хабарласып, университеттің мамандықтарын, университеттің видеоларын жіберетін боламыз. Іске сәт, дедлайн 30 маусымға дейін. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар. 2026 жылы грант, частичный грант және ақылы түрде оқу мүмкіндіктері бар.